Ladies and gentlemen, we are live on Naiza TV YouTube channel, and this is co-main event of the evening. This is a 3-round of NFC in a lightweight division. Let me introduce the two fighters. Introducing him first and fighting out of the blue corner. Professional record is the perfect one. 6 wins, no losses. His stand 185 centimeters tall. Official weight in 70 kilograms. Fighting out of Nur Sultan, Kazakhstan. Karsalingizlar, Magomed Kabardiyev. Introducing his opponent and fighting out of the red corner. Professional record is his perfect one. 5 wins, no defeats. His stand 175 centimeters tall. Official weight in 70 kilograms. Fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan. Karsalingizlar, Shahsalat Satılkanova. Your referee chart the action Tolegen Adıkenov. Ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Қол алсамыз, сәттілік. Бұрышқа. Осылайша ардақты жанкүйерлер қос бірдей жеңіліссіз сериялардың авторлары 6-0 және 5-0 рекорда дәл қазір 8 бұрышта бүгін кім мықты екендігін сарапқа салатын болады. Көк бұрышта Магомед Кабардиев, ресейлік файтер осы Нұр-Сұлтан қаласы. Сол жақта жаттығып осы екі бірдей мемлекеттің атынан өнер көрсетіп жүрген азамат. Бірден Сатылғанұлы алға ұмтылыс жасады. Қырғызстандық файтер жекпе-жекті партерге ауыстыруды көздейтін тәрізді. Әзірге бұл ұмтылысы сәтсіздеу. Магомед Кабардиев ешқандай асып-тасу жоқ. Қарымта әдісті сәтті орындауда. Қырғыз спортшысы өзінің басым түсіші грэпплингтен Қырғызстан чемпионы. Яғни өзіне ыңғайлы күрес әдісіне, грэпплинг әдісіне тартпақшы Кабардиев. Осы Қырғызстан деңгейінде грэпплингтен чемпионат жүлдегері атанған Сатылғанұлы қазір енді өз басымдығын осы партерден күрестен іздеп көретін түсінікті. Ал енді Кабардиев ұшу сайында мектебінің өкілі екен. Бірақ соған қарамастан байқасаңыз, жақсы қорғануда қырғыз спортшыдан жасалған әрекеттерден әзірге қорғанысы жақсы. Қос файтердің кәсіпқой деңгейдегі жалпы жетістіктері бір-бірімен пара-пар деп айтуға келеді. Сатылғанұлы осының алдында ғана жаңа тілге тиек етіп өттік. UFC турнирі аясында аса тәжірибелі жеңілістің дәмін татып көрмеген Ибрагим Хачируевті жеңген болатын. Және бүгін Сатылғанұлы осы 2021 жылға 4-ші айқасына шығып отыр. Бұл деген жұман бір жылда 4 айқас өткізу қаншалықты қиын жауынгер үшін. Бір жылда 3 жекпе-жек әрине өткізу егер жарақат болмаса оңай. Ал енді 4 жекпе-жекке келетін болсақ, мүмкін қырғыз спортшысы салмақ көп болмаса керек. Сол себепті 4 жекпе-жек өткізу. Бірақ жекпе-жекке оралатын болсақ, қарқынды түрде әдіс жасалып жатыр қырғыз спортшысынан. Кабардиевті партерге сүйреп әдісі әлі сәтсіз өтіп жатыр. Кабардиевтің қорғаныс әдісі өте орында екені көрініп тұр. Кабардиев әзірге асығатын емес. Тек қана осы қарсыласының шабуылына қарсы қорғаныс әдістерін жасап келді. Енді тізесін бірден іске қосты. Және өте ауыр соққы шынтақпен жасалған. Сатылғанұлы үшін бұл соққылар өте қауіпті. Түсінеді тағы да бір мәрте тізесімен ішке бағыттаған соққысы. Бір қанжармен тіліп өткендей әсер қалдырғандай болды. Бұны енді Қырғызстан файтердің бет жүзінен аңғардық. Кабардиевтің өте осал қарулардың бірі осы шынтақ пен тіземен соққан соққылары. Әзірге өтіп жатыр.
қырғыз спортшысына. Және бір көзге түсетін жағдай, қырғызстандық файтер бірден жекпе-жекте осы партерге ауыстыруға ұмтылыс жасады, Иә, ол да аяқ қолын байлау арқылы қарсасына. Ол да жақсы түсінеді, өйткені Қабардиевтің аяқта тіке тұрып төбелесу шебер екенін білгендіктен. Қауіпті болып тұр ғой енді. Сол себептен партерге тырысады, әрине, партерге Қабардиевті құлату үшін. Бірақ әзірге сапасыз. Біз енді 8 бұрыштың дәл түбінде отырып, қазір Қырғызстандық бет жүзінен, Қырғызстандық файтердің бет жүзінен сонда бір қатты шаршаған, я болмаса бір қатты күшке салып жатқанын көрдік. Бұл енді бір жылда 4-ші жекпе-жегіне шығып отырған Сатылған ұлы үшін қазір жауапты жекпе-жек. Өте тамаша! Магомед Кабардиев қазір қарсысына атып ұрды да қу сыртынан шыға келді. Төпелей қарша боратқан соққысы. Өте қауіпті, және Сатылған ұлы барынша қорғануға мәжбүр. Бірақ физикалық тұрғыда бұл тұста Кабардиевтің сәлде болса мығындау екендігін байқаймыз. Ал жақсылық Сатылған ұлы барынша мінезге салып, қазір айқасты жалғастыруда. Бірінші кезеңнің аяқталуына бір 15 секундтай уақыт қалды. Жалпы бірінші нөмірмен жұмыс істеген осы жақсылық Сатылған ұлының еншісінде кетті ме, әлде Магомед Кабардиевке бұйырды ма бұл раунд? Қалай ойлайсың, Жұман? Сәтті үздік сәттердің бірі сол Кабардиевтің еншісіне кетті деп ойлаймын. Өйткені қырғыз спортшысынан әрекет жасалды, яғни раундтың соңында бірақ басымдық осы Кабардиевтің. Тек қана контроль ғана ұстап тұрды, соққысыз, мен ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда бірінші раундта Кабардиев өз еншісіне жазды деп. Шындығында қырғызстандық файтердің бет жүзінен қатты шаршап қалғандай бір әсер байқалады. Өйткені бірінші раундқа бар күшін сарп етіп алғандай болды. Ал Магомед Кабардиев әзірге тың секілді көрінеді. Ешқандай асығыстық жоқ қимыл әрекеттерінде, бірақ жалпы осындай құрғақ рекорд деп айтамыз ғой. Жеңіліссіз серияда шыққан жауынгерлер әрқашан өте бір жауапты айқасқа шыққандығын өздері де біледі. Сондықтан бұл айқас қос файтер үшін басқа да жекпе-жектерден өзгерек, әрі жауапты. Және осындай айтулы NFC 35 секілді турнир аясында жеңістер сериясын әрі қарай жалғастыруға екеуі де мүдделі. Жалпы 5 қаруларын сайлап келген файтерлер. Және кімнің бағы басым болар. Бұл тұста әрине физикалық тұрғыда өз күшін жоспарланған раундтарға теңдей бөліп сақтай білген файтердің мерей үстем болатыны түсінікті. Қазір енді Кабардиев қарқын үстіне қарқын қосатын секілді. Алғашқы барлау соққылары. Жауынгерлер әлі де бірін-біріне ауыр соққыларын дарта білген жоқ. Ондай мүмкіндікті беріп жатқан жоқ қырғыз спортшысы. Ал екінші раундта міне тіземен соққан әдемі соққылардың бірі. Әрине қырғыз спортшысы өз бақытын сол партерден іздеуге тырысуда. Өйткені көрініп тұр, айқын басымдылықпен тұрып ұрысу жағынан Қабардиев мықтырақ көрініп тұр. Осындай тік тұрып төбелес салу мәнерінде шындығында Магомед Кабардиевтің бір бас жоғары екендігін Қырғызстан файтер түсінеді. Мынандай ауыр соққылар жаңа тіземен ішке екі бірдей соққысын өткізіп алды. Сатылған ұлы қарсыласының бұл соққылар оның қорғанысына келіп жатқан үлкен залал. Және Қырғызстан файтер оны жақсы ұғынады. Сондықтан өзіне қолайлы болса күрес әдісіне қарай ауысуға құштарланып тұр. Әрбір сат сайын ұмтылысы барған сайын әлсіздеу болып көрінеді. Сатылған оның ұмтылысы. Қырғыз спортшы шаршаған секілді кішкене. Сол себепте жасалған әдістері сапасыз. Ал Қабардиевті аяқта тұрып
жұмсап жатқанын көріп отырмыз. Ал Тағы Кабардиев. да тейкдаун әдісі, бірақ әлі де сапасыз. Қырғыз Шындығында спортшылары ұмтылысы жақсы ғой қырғызстандық файтердің, бірақ Жұман мына тұста Кабардиев өзінің басымдығының, яғни қарсыласының күші сарқылып бара жатқандығын ешқандай қиындықсыз ұғатын секілді. Секунданттар да оған тиісті ақыл кеңестерін беруде енді шынтағын іске қосты. Жаңа ғана айттық қой, тіземен бірнеше соққы өткізіп алды Сатығанұлы. Ол соққылар шындығында ауыр келтіріліп жатқан залал. Тіпті қаншалықты бір бақылауда ұстап жатыр дегеннің өзінде де қорғана отырып қазір Кабардиев тиісінше әрекетті көбірек жасауда жемісті. Өте ауыр соққылар, мына октагонның түбінде отырған бізге де анық жетіп отыр мына соққылардың дыбысы. Егер қырғызстандық файтер өзінің құрған жоспарын болса бір беткей шабуылға ұмтылуда байқасаң. Жұман, ешқандай бір айла әдіс амал жоқ, алдаусырату жоқ, тек қана бір беткей бағытта осындай. Қырғыз спортшысына өте қиын түсуде қазіргі таңда. Өйткені күрес білеміз қанша күш алатынын, сол себепте қырғыз спортшы тек қана демалып жатқан сәті көрініп тұр қазіргі таңда. Ал Кабардиев болса сондай бір әккі балықшы секілді өзінің тоқтаусыз әрекет етуде, өйткені дұрыс. Өйткені көріп тұр қарсыласының шаршап жатқан. Сол себепте клинчтен міне тағы да тіземен тепкен соққылар. Өте ауыр соққы қазір. Қырғыз спортшының қабағы жарылғанын көріп отырмыз. Шындығында қараңдаршы, аяқпен өте ауыр соққы өтті қазір ғана. Міне тізелер кетті. Тағы да үшінші соққы тіземен осы дарыған Шынтақ. Егер бұлай жалғаса берсе тоқтату керек секілді. Болса көре шағыласуға мәжбүр болады. Және араласу қажет деп ойлаймыз. Міне шындығында қырғызстандық файтер. Тастаған орамалы. Қырғызстандық файтердің мінезі өте жоғарғы бағаға лайықты. Бірақ осы жылы 4-ші айқасына шыққан Жақшылық Сатығанұлы өкінішке орай жеңіліс тапты. Ал қуанышымызға орай десек болатын шығар. Магомед Кабардиев осы NFC лигасы аясындағы өзінің кезекті айқасында жарқын жеңіске қол жеткізді. Және маған чемпиондық белбеуге жекпе-жек беріңдер дегендей нышанын танытты. Қырғыз спортшысының бұрышы өте дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Жекпе-жекті тоқтату. Әрине, спорт үшін ең басты ол денсаулық. Әлі алда деп ойлаймын бұл. Өйткені қырғыз спортшысының небәрі 22 жасар. Сол себепте бүкіл карьерасы алда. Магомед Кабардиев Төбе топ-тим командасының мүшесі, Нұрсұлтан қаласы ресейлік Азамат дегенмен осы 8 бұрышқа көк туды көтеріп шығып жүрген жауынгер. Құттықтаймыз жеңісімен. Әрине, осындай тамаша рекордпен бұл Азамат чемпиондық титулға бірден бір лайықты кейіпкердің бірі. Ал Қырғызстандық файтер өзінің мансабындағы ең алғашқы жеңілісіне өкінішке орай ұшырады. Шындығында шаршап қалғанын бірден байқатты. Бар күшін сарп етіп қойды. Referee Adekino start the bout in 3 minutes 39 seconds of the round 2. Winner by TKO.